Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Кітап мыңдаған жылдар бұрын шыға бастады. Содан бері оның бейнесі талай рет өзгерді. Алғашқы кітаптар саз балшықтан жасалды. Жұмсақ балшық тақтаға үшкір таяқшамен ойып, белгілер салынды. Сонан соң саз балшық тақта кептіріліп, күйдірілді. Ал Қытайда алғашқы кітаптар бамбуктан жасалған жұқа тақтаға жазылған. Кейінірек кітаптарын жібек матаға, содан кейін қағазға жаза бастады. Ежелгі Мысырда кітап тасқа қашалып жазылған. Одан кейін папирус, жапырақ қағаз ойлап табылды. Мысырдың Александрия қаласында сол кездегі ең ірі кітапхана болған. Әлемде биіктігі 1,5 метрден асатын сирек кездесетін кітаптар бар. Мұндай алып кітапты бір адам көтере алмайды. Шағын кітапшаларда бар. Олардың кейбіреуі сіріңкенің қорабынан үлкен емес. Поштаның маркасындай кітап та болады. Балалар, кітапқа жақын болыңдар. Ол сендерге білімнің барлық қазынасын ашып береді. Ол кім? Бұл не журналынан. Бұл жерде саз балшық тақтаны күйдіру деген сөз сынбау үшін қышты ыстық пеште қыздыру. Бамбук бұл ағаштың бір түрі. Оқушылар, алғашқы кітаптар неден жасалған? Кітаптың шығу тарихынан қандай жаңа дерек білдің? Кітап туралы қандай қызықты ақпарат білдің?